Қайырлы кеш, қайырлы түн. Енді мен ол әбден орысша сөйлеп, ол вопросты мен сол қалайды ана жыланның басы шыққанда ма қалайды андай дер кезінде шешкен едім да ол сұрақты, ол мәселені. Қазір енді құрбыларым, қыздар, әпкемде жазып жатыр. Сол баяғы атасына миллион нәлет ата-аналардың арасындағы ақша жинау. Бір қанды ішіп біттіңдер. Енді 7 мамыр келе жатыр, енді соған айқай-шу, соған қырылыс. Мен жағдайымда жаңа жылда басталды. Оның алдында мұғалімдер күнде жай сөзбен қайтарып едім. Сөзге тоқтамайды ондай ата-аналар. Ең соңында жаңа жылда сыйлықта мен қызымды, біз бәріміз балаларымызды сыйлық алғанда, сен ақша жинамаған, сен қызың сүмірейіп тұрады дегенде, сол кезде менен көресінді көрді, кім сүмірейгенін сол кезде көрсеттім. Алдыма келіп кешірім сұрағандарын. 24-інде кешірім сұраттым. Өйткені мен ешкімді міндеттемеймін. Ақшаң жоқ па, адам сияқты ұсыныспен айтам. Мен мысалға ішіп жеуге, қаңғыруға, қыдыруға, мен жұрттардан ондай ақша сұрауға мен ешқандай құқым жоқ. Кітапқа, бір жалпы бір болады балаларды бір жерге қыдыртуға, білімге, мәдениетке мен жүгіретін едім. Болмашы мейрамға, болмашы болмайтын бір нелерге түкте ақша жинаудың қажет жоқ. Мен бұл мәселені қыстан бері көтеріп келе жатырмын. Егер сіз сондай ата-ана болсаңыз, үндемей қалмаңыз. Орыс отделениесі де сондай, қазақ отделениесі де сондай. Орыс отделениесінде айқайлап шыға алатындарды мен көрдім. Орыстардың ішінде де бір жерлерін құйрықтарын қысатындар бар екен. Ал қазақ топтарында жүр бар шыңғырып бақырып шығатын мен сияқты долғатындар деп бар, мені бәлеқор қатын деп нетті. Одан ар ешкім мен бетіме келмейді, ешкім менен бір тиын сұрамайды. Мектебіме тура барып, мектебіне тура келеміз, болды. Келесі жылда солай орындарына қойып қоямын. Өйткені мен біреудің ішіп жеміме, мен біреудің ойлап тапқан мерекелік бірдемесіне ақша беруге мен міндетті емеспін. Мен баламды оқытуға міндеттімін, болды.